Саламатсыздар ма, құрметті достар. Бүгін бізде мына білімді қазақ жобасының төңірегіндегі екінші видеомыз. Және бүгінгі тақырып бізде білім саласы төңірегінде болмақ. Яғни қазіргі заманға сай білім алу үшін адамның көзқарасы қандай болу керек деген сұраққа жауап беруге тырысамыз. Және бүгінгі біздің қонағымыз Егілес аға, қош келдіңіз. Ассалаумағалейкум. Көңіліңіз жақсы ма? Жақсы. Сонымен Егілес аға, бірінші сұрақ сізге мынандай: қазіргі білім қандай болу керек? Мектеп жасында білім алу үрдісі ғой, білім алу үрдісі мектепте оқушыларда. Мысалы, енді бізде әсіресе зияткерлік мектептерде оқушылардың бәрі дерлік оқу озаттары ғой. Енді осыларға байланысты бір қайшылықтар бар. Мысалы айта кетейік, жақсы оқуға тырысып, оқу озатысы болғысы келген балалардың ең басты көңіліме қонбайтын бір нәрсе, барлық сабақтан, яғни жоғары бал алуға тырысады. Бір-екі сабақтан төмен алып қалсақ, көңіл күйлері түседі. Сонда қалай? Меніңше қалай болу керек? Мысалы, бір 10 шақты сабақтан жиынтық бағалау нәтижесі болсын дейік. Мына сыртқы 3 бұрышты, 4 бұрышты баға деп есептейік. Ал шын мәніндегі соны меңгеруі, мағыналы түсінуі. Сонда қалай? Шын мәнінде дұрыс оқу деген сөз, мысалы 10 шақты пән болса, соның 1-2-еуінен 3-ке шығу керек оқушы. 5-6 алуынан 6-7-еуінен 4 алу керек, ары кетсе 1-2 сабақты ғана 5-ке оқу керек қой. Сонда балада, оқушыда дұрыс білім алуға, мына мектеп қабырғасында жүріп, бір нәрсені үйреніп кетуге, бір пайдалы дағдыларды бойына қалыптастыруға, түбегейлі қалыптастыруға мүмкіндік ашылады. Ал әрине бұл бір қарағанда біздің көңілімізге қонбайды. Баланы оқу озаты болса, ода тұрған не бар дейміз. Енді қараңыз, бала барлық сабақтан 5-ке шықсын, мысалы. Онда бағасы жарайды 5 болады, бірақ бала дұрыс баға алу үшін, ол бала жиынтық бағалауға дайындалады. Басқаша айтқанда, емтиханға дайындалады. Ана пәнді меңгеруге дайындалмайды. Ал екеуі мүлде екі түрлі нәрсе. Пәнді меңгеруге дайындалу бөлек нәрсе, емтиханнан жақсы баға алу бөлек нәрсе. Жақсы баға алу үшін ол қандай тақырыптан қандай тапсырмалар келеді, сол шаблондарды жаттанды үйренеді. Ол кезде пәнді шын мәнінде меңгеру әлдеқайда төмен болады. Бағаң жоғары болғанмен. Ал сен барлық пәннен бірдей пәнді меңгеруіңде жоғары, бағаңда жоғары деп оқу, ол мүмкін емес жағдайларға жатады негізі. Мүмкін болса да миллионнан бір болатын жағдайлар ғой. Ал сонда қалай? 1-2 сабағында солай оқуың мүмкін. Ал қалған сабағында олай сол 3-тің деңгейінде, 4-тің деңгейінде оқу, яғни бағаның төмен болуы, ол ең қалыпты жағдай болуы керек. Бізде не оқушы 10 сабақтан емтихан тапсыратын болса, 8-нен 5-ке шығып, 1-2-нен 4-ке шықса, үлкен өздері көңіл толмай жатады оқушының да, ата-ананың да. Ал 3-ке шықса тіпті трагедия. Сонда қоғамның санасына сіңіп тұрған дүние ме бұл? Бұл білмеймін, бұл мүмкін көрсеткішке ұмтылудың салдары шығар. Бұрыннан қалыптасып кеткен көрсеткіш маңызды, шын мәніндегі форма маңызды, мазмұн, диалектикалық материализмдегі мазмұн мен форма деген категорияға келіп тұр ғой бұл. Яғни форма маңызды, мазмұн маңызды емес. Және форманың да керек болатын жері болады. Бірақ дәл бұндай деңгейде емес. Барлық сабақтан көрсеткішін жоғары, барлық пәннен көрсеткішін жоғары болып деп. Менің айтарым сол, сонда, яғни ол деген сөз, мен 2 сабақтан 3-ке оқиын, қалғаннан 4-ке оқиын, деумен шатастырып алуға тағы болмайды. Сенің шын мәнінде мағыналы, 1-2 пәнді мағыналы меңгеруге тырысып, қалғанын әйтеуір оқудан төменгі нормасында өзінің нормативі бар ғой. Төменгі нормасы ол 3-тік норма ғой. Төменгі нормасында меңгерудің салдары осындай болу керек. Сен бағаны ойламау керек бала. Ол 1-2 пәнді жақсы, жоғары деңгейде меңгеруге тырысу керек.
болды. Қалған пәндерден өзінің төменгі нормасында меңгерсе жеткілікті. Бірақ бала бұлай ойлай бастау үшін мұғалім де осылай ойлау керек. Ол үшін мұғалім де осылай ойлау керек. Ал мұғалім осылай ойлау үшін мектептің жаңағы әкімшілігі, бұл мектепке ғана тәуелді емес қой, жалпы білім жүйесінің басқармасы жүйесі осылай ойлау керек қой. О да бір мектептің рейтингісі ана мектептен жоғары төмен екен деген ой мүлде болмау керек. Ондай нәрсе ешкімнің басына кіріп шықпау керек. Ол ата-ана да осылай ойлау керек. Сонда ғана ол жаппай нәтиже беруі мүмкін. Әбді бірен-саран балаларды мен білемін, осы көзқараспен оқитын. Солардан шынымен бірдеңке шығып жатады. Солар шынымен бір жолға да бір нәрселерді жеңіп алып жатады кейде, мысалы. Ондай мысалдар бар, өте көп емес, азғантай мысалдар. Так, жақсы, түсінікті. Мына схеманы не деп атасақ болады? Мысалы, сонда оқудың критерийі ма, әлде адамның көзқарасы оқуға деген қандай болу керек дейміз? Оқуға деген салауатты көзқарас, салауатты әрекет болған жағдайда қалыпты көрсеткіш қалай болу керек деген осы ғой. Сонда шынымен салауатты әрекет арқылы бала оқыса, нәтижесі көрсеткіш осындай болады, болуы керек. И бала мектепті жек көрмейді осының нәтижесінде. Әрине. Қазіргі балалар жек көреді ғой мектепті. Өйткені тек қана көрсеткіш сырттан саған жақсы нәтиже күтіп отыр. Мұғалімі соны күтеді, ата-анасы соны күтеді, мектептің әкімшілігі бәрі соны күтеді. Ол деген жақсы емес қой. Рахмет сізге Ернес ағай. Бұл өте танымды және қызықты контент болды деп есептейміз. Сонымен құрметті достар, келесі жолы жүздескенше операторымызға рахмет. Сау саламат болыңыздар.